Тарбағатайдағы Жетарал орта мектебін бітірдім. Сонымен қатар оқып жүргенде 9 оқығаннан бастап өлең жаза бастадым. Өлеңдерімнің алғашқы шығарған өлеңдерім аудандық газеттерде жарияланып отырды 9 сынып оқып жүргенде. Және де енді осы аудандық газет сол өлеңдерімді ұнағаннан кейін облыстық коммунизм ту деген о кездегі газетке жіберіп отырды өлеңдерімді. Ол өлеңдерімді коммунизм ту газетіне содан жарық көріп жатты. Ол облыстық газеттің редакторы, енді осы қайтыс болды, өзім ұстаз деп пір тұтам, Серік Қабдолин деген кісі. Адамның бағы ұстаздан жанады деген сөзді мен алдыңғы қатардағы ағалардан естіп жүруші едім. Менің де бағым ұстаздан жанған адаммын. Мектеп қабырғасында жүргенде де атақты Қанипа Бітібаева ұстазым болса, шығармашылықта Серік Қабдолин ағамыз ұстазым болса, енді бертін келе өнерде Қалиқан атақты Алтынбаев менің ең жақын ұстазым болды. Ол кісімен айтысып та жүрдім талай рет. Бірақ қатты ол кісі менен үміт күтіп, осы үмітімді ақтайды деген сенім артты ол кісі. Осылай өнерде де, өмірде де, мектепте де, енді 1970 жылдары тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққанда да енді келген жерім мынау Жарма ауданы Қалбатау өңірі болды. Қалбатау өңірі енді қатты жас болсам да құрметтеп, о жақтағы халықта өнерімді паш етіп жүрген, айтысқа шығып жүргеніме байланысты қатты қолдау жасады. Сонда Қапанбұлақ ауылының құрметті азаматы деген атақты берді. Тұрлыхан Қасенұлы атындағы орта мектепте 20 жылда істедім. Ол ұжым әрине мені үлкен өнерде де, өмірде де, ұстаздық білімде де үлкен деңгейге жетелегені алғашқы қадамымды со жақтан бастадым. Енді соған байланысты Абайдың 150 жылдығын өткеннен кейін міне Семей облысында ақындар студиясын ашу керек болды. Соған байланысты мені осында үй беріп, осы Семей облысына көшіріп алды. Содан бері осы қалалық мәдениет сарайында халықтық ақындар орталығын ашып, сонда міне жұмыс істеп келе жатырмыз. Бұл орталықтан 30 жылдай болып қалды мен істегеніме. Енді орталықтан көптеген таланттардың шығып жатқанын мұқым. Абай облысы емес, Қазақстан біліп отыр. Қандай талант шығып жатыр, қандай өнерпаз шығып жатыр. Олардың бәрі мектеп қабырғасында жүргенде тәй-тәй басып келеді алдымызға. Содан кейін енді оларды домбыраны да үйретеміз, әуенді де үйретеміз, сөзді де үйретеміз. Солар менен жалықпай еңбек етіп, әлі күнге дейін сол жұмыспенен айланысып келе жатқан жайымыз бар. Енді осы орталықта істеп келе жатқанымда да көптеген тұлғалар келіп, осында да ат ізін салған күндері бар. Мысалы үшін Шерхан Мұртаза келді, орталықты көріп кетті. Несіпбек Айтовтар келді, мысалы үшін Қонысбай Әбіловтер келді. Барлықтар енді көріп, осы жас болашақ өздері сияқты ақындар, өздері сияқты таланттар өсіп келе жатқанын көріп, ризашылығын білдіріп, лебіздерін білдіріп кетіп жатты. Уақыт деген зырлайды ғой, білінбейді. Содан бері қанша шәкірттің бәрін шығарып жатсақ та, әлі күнге дейін мектеп қабырғасынан келіп жатқан балалар жеткілікті. Енді мен 1918 жылы Жарма ауданында бір үлкен айтыс өтіп, сол айтыста Жарма ауданының құрметті азаматы деген атағын берді. Сонымен қатар енді осы Семей қаласының құрметті атағын берді менің 70 жылдығыма байланысты. Шәкірттерім келіп, 200-ден артық шәкірт келіп осында үлкен бір мерекелік кешін жасап кетті. Сый-сияпатын жасап кетті.
Астанадан, Алматыдан келген ағайындар да өздерінің лебіздерін білдіріп, сый-сияпаттарын жасап жатты. Енді ол еңбегімнің жанғаны деп білемін. Семей қаласының құрметті азаматы деген атағын да беріп жатыр. Мен алғысым шексіз. Әрине, мен енді өзім үшін емес, мен осы қазақтың, өзіміздің еліміздің болашақ үшін қызмет атқарып келе жатырмын. Енді Қазақстан Ассамблеясының 30 жылдығы әрине маңызы зор. Ол да осы ынтымақ пен бірліктің, берекенің, нағыз бірлік пен берекенің бастауы деп білемін. Ассамблеяның біздің Қазақстан үшін де, еліміз үшін де маңызы зор. Барлығымыздың мүддеміз бір, барлығының алдыға қойған мақсаты бір. Сондықтан Ассамблеяның 30 жылдығының мерекесі өркендей берсін дегім келеді, дами берсін дегім келеді, достығымыз нығая берсін дегім келеді, береке бірлігіміз арта берсін дегім келеді. Өйткені айтып отырмын ғой, мақсатымыз бір, мүддеміз бір болғандықтан бәріміздің атқаратын ісіміз де бір. Сонда ынтымақ пен барлығы береке бірлікте, осындай татулықпен бір өмір сүрсек артық болмас тірлікте. Мәңгілік мынау жалғанда өмір жоқ қой, адамзаттың соңына қойылады бір нүкте деп, біздің тірлігімізді, болашағымыз ары қарай жалғастырып алып барса, істеп отырған еңбегіміз осындай нәтиже беріп, болашақтың үлкен керегіне жарап жатса, одан артық ештеме керек жоқ шығар деп ойлаймын.